Деген жігіттерге мысалы, үйленейін деп жүрген жігіт болса, үйленейін деп жүрген қыз болса, сен бірінші жанды ізде, тәнге қарама. Мысалы, пайғамбар саллаллаху пайғамбарлық келмей тұрған кезінде, 25-ке толған кезінде, Алланың тағдырында үйленуі керек болған кезде, пайғамбар саллаллаху жаны таза. Бұл жанға таза жан керек. Сонда күллі Меккеде қаншама сұлу әйелдер болса да, қаншалаған текті әйелдер болса да, Алла Тағала оған таңдаған кезде Хадишаны таңдады. Хадиша анамызды, радиаллаху анха. Өйткені жаны. Мына жан үшін құлағалы тұр. Сіз жан дегенде жан. Мына жанның мақсаты, қараңыздар. Мына жанның жолы, яғни пайғамбарымыз саллаллаху осыған қызмет еткелі тұрған жан ғой. Осы екі жан, мына жан одан 15 жас үлкен болса да, сәйкес келген осы болды. Өйткені кәрілік, денеге, анатомияға тән нәрсе болса да, мысалы айтақ үлкендік, жанға ол нәрсенің қатысы жоқ. Сондықтан жанның жанға кейін қосылған кезде, екеуіне келескен кезде, пайғамбарымыз саллаллаху тағала Хира үңгіріне кете беретін болды. Рамазан айы бойы Хира үңгіріне кетеді. Алла Тағала солай қалады. Көңілін сол жаққа бұрды да, уақи түсетін болғандықтан. Сонда сол тауға кетіп баратқан күйеуіне қаяққа кетіп баратсың деп айтпаған. Керісінше сыйлайды ғой сол жанды. Көрме, жанның мақсатын сыйлайды. Бірге ойлайды сол нәрсені. Соның тамағына апарып береді. Таусылып қалса. Сондықтан ең бірінші жанды ізде, тәнді емес. Жанды іздейтін болсаң, сол жан күллі нәрсені сұлу қалады. Сондай әйелге мүмкін жаным деп айта аларсың. Әйтпесе басқасына тәнім деп айтуға болады деген нәрсе. Жан, ол оңай нәрсе емес. Ол құлау керек сенің мақсатыңа. Сондықтан үйленген кезде өзің сол, сен оның тәніне ғашық болдың да, үйленіп аласың да, сосын мінез дұрыс емес екен дейсің. Неге? Өйткені сен жан іздеген жоқсың ғой. Сен жаңағы көзбен іздедік қой біз. Мына көздің ауруларымен бүйтіп жүріп, өзімізге келетін былай дегендей. Сондықтан тазалықтың күлсі жанда. Егер соны жанына сәйкес, өз жаныңа сәйкес нәрсені алсаң, ол сені де, әйеліңді де, жаңағы ата-анаңды да тірі болса бақытты қылады ол.